Тура KFC-дағыдай тауық дайындаймыз. Ол үшін тауықтың аяғы немесе қанаттары керек болады. Еті көп жерлерін вилкамен, пышақпен тесіп шығамыз. Бөлек ыдысқа су, соя құйып, үстіне пісте май құямыз. Әртүрлі приправалар қосуға болады. Әштіні көбірек қаласаңыздар, көбірек қосыңыздар. Тоз, қара бұрыш, қызыл бұрыш дегендей. Соны алып, жаңағы тауығымызға құямыз да, 10-12 сағатқа мариновать етіп, холодильникке салып қоямыз. Сосын ұн мен паприканы жақсылап араластырамыз да, тауығымыз дайын болғаннан кейін алып, ұнға бір аунатып аламыз. Одан кейін оны жақсылап сілкіп, суға бір салып аламыз. Сосын қайтадан жаңағы ұн мен паприкамызға қайтадан аунатып, средний огоньда 7-10 минут пісіреміз. Дәмі өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнаса, мен риза боламын. Ас болсын.